Қадір 5 бөлім. Бұл жолы үйінде әке-шешесі мен сіңлісі Сенімнен басқасының бәрі бар екен. Олар қайда деп еді? Қыдырып кетті деді бір інісі. Қашанғы жасырып жүресіңдер? Шындықты айтпайсыңдар ма деді бір бауыры. Не шындық деген Айжанның жүрегі шым ете түсті. Қайсысы екені белгісіз біреу телефонды қоя салды. Айжан қайта хабарласты. Кешке қарай тағы бір сіңлісі алды. Айжан әпке, Сенім әпкем ауырып жүр. Анам күнде жылайды. Бүйрегі істемей қалған сияқты. Қазір аппаратта жатыр. Әпке, мен қорқамын деп жылап жіберді сіңлісі. Қашаннан бері деді Айжан. Көп болды. Анам саған айтпаңдар деген. Бір рет ауылға келіпсің ғой, тұрмысқа шықпастан бұрын. Сол кездері ауырып бастаған деп анам айтады. Сол үшін Сенім әпкемді жұмысқа шығармаған. Бірақ Сенім әпкемнің өзі де диагнозының ауыр екенін осы жақында білді. Бізге әпкемнің жағдайы қиындағанда шындықты айтып отыр. Анам мен әкем бәрін іштерінде сақтаған ғой. Мен айтты демеші, сені құр уайымдайды деп жасырып жүр. Өйткені Сенім әпкем көп өмір сүрмейтін сияқты деді сіңлісі жыламсырап. Айжанның төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Сол кезде Сенімге айфон әпердіңдер деп үйде ұрыс шығарып кеткен қылығы үшін қатты ұялды. Қайран шеше, ауру қызының көңілі сәл көтерілсін деп несие алып қымбат телефон әперген екен-ау. Жазылмас дертке шалдыққанын білсе де, ешкімге айтпағандары қалай? Тіпті Сенімнің өзінен жасырған болып шықты. Айжан өкіріп жылады. Әке шешесін бекер кінәлапты. Түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмады. Таң ата Антониоға бәрін айтып, ұшаққа билет алды. Аспанда ұшып келеді. Сырты бүтін, іші түтін. Жан дүниесі алай-дүлей. Санасында сансыз сұрақ. Қу дүниеге таласып, туған сіңлісімен бәсекелес болған үшін өзін ешқашан кешірмейді. Азын-аулақ ақшасын ата-анасынан қызғанған, пасықтығы есіне түскен сайын өзін қоярға жер таппайды. Неге айтпаған? Айжан бақыттан бас айналып, өз әлемінде жүргенде, сіңлісі бойына жабысқан дертпен арпалысып жатқан екен. Өмір лентасын кері айналдырып қараса, анасы мен әкесінің үнемі терең мұңға батып жүргені көз алдына келді. Неге байқамаған? Неге үңілмеген? Неге? Айжан ұшақтан түсе сала, таксиге мініп, ауылына тартты. Жүрегі бір сұмдықты сезетіндей. Қазір барғанда сіңлісі өмірден өтіп кетсеше, Сенімді бір көріп үлгермесеше. Туған ауылына да жетті. Қырсық шалғанда телефоны сөніп қалыпты. Қараша үй мыжырайып тұр. Қарттың жүзіне түскен әжім секілді. Жыл өткен сайын жөгіп бара жатқандай. Сонда да бұл үйге жер бетіндегі жұмақ мекенінің ешқайсысы жетпейді. Туған жерге адам кіндікпен байланады екен-ау. Шетелдің жалт-жұлт еткен көшелерінде жүріп, ауылдың бір шетінде елеусіз ғана тұрған осы үйін зарыға сағынады. Үйге аяқ астынан кіріп келген Айжанды көргенде бәрі таң-тамаша болды. Сенімді көріп шошып кетті. Осы қазір ұйықтады, оятпа деді анасы. Сенім бір уыс боп арықтап қалыпты. Бет ауызы қағаздай аппақ. Әкесі мен анасы Айжанға бәрін баяндады. Сенім әлем бойынша сирек кездесетін бүйрек ауруына шалдықты. Ауданға анализ тапсырып жүріп білдік. Өмірі шектеулі. Ары кетсе 3 жыл өмірі қалды деген. Міне 3 жылда өтті. Ешқандай үміт жоқ. Сенім күннен күнге солып барады деді анасы мұңайып. Маған неге айтпағансыңдар деп қынжылды Айжан. Ешкімге айтпай, іште жасыруымыздың себебі өмірі өлшеулі болса, өмірдің рахатын барынша сезінсе екен деген тілегіміз. Сенімнің өзіне жақында айттық.
деді әкесі күрсініп. Айжан сенім жатқан бөлмеге келді. Бетіне қарап отырып жылады. Әпке, бұл сен бе? Деді Сенім көзін жартылай ашып. Иә, мен ғой сіңілім, деді Айжан көз жасын білдіртпей сүртіп жіберіп. Расымен сен келгенсің бе? Түсім бе? Өңім бе? Әлде өліп қалдым ба? Деді Сенім әрең сөйлеп. Сенім, артымнан ерген жан сіңілім. Сен өлмейсің. Өлем дегенді қайдан шығардың? Тұр кәне, тұра қойшы деп Айжан сіңілісін орнынан тұрғызбақ болды. Қаңбақтай жеп-жеңіл. Сенім тұрмақ боп қанша тырысса да әлсіреп қайта жатып қалды. Өзі қызғанған айфон бір бұрышта ешкімге керексіз күйде жатыр. Айжан айфонды алып Сенімнің қолын ұстатты. Қыз әлсіз саусақтарымен айфонды сипалады да, әпке, айфонды сен ал. Ол енді сенікі. Сенде айфон жоқ еді ғой, деді. Айжан жылап жіберді. Құрғыр дүние құрысын. Маған сен керексің. Сіңілім, мені кешірші, өтінем, кешірші пенделігімді деп Сенімнің қолынан сүйе берді.